Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін ет асудың бірнеше кеңестерімен бөлісетін боламын. Қазақтың ұлттық тағам дайындаудан ас үй ханшайымдарының өз рецепті болады. Мүмкін бұл видеоны сіздерге жаңалық болатын жерлері де кездесіп қалар. Мүмкін бір кеңестерді бұрыннан қолданып жүрген боларсыздар. Видеоны соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Және де каналыма тіркеліп қойыңыздар, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға салқын суымызды құйып, жылқының, сиырдың етін асып жатырмын. Соның қайнауын күтеміз. Қайнағаннан кейін жақсылап көбіктерін алып аламыз. Мен көбіктерін алғаннан кейін 2 дана сәбіз салдым. Және де қайнап әдемі болғаннан кейін картобымды және асқабағымды салып қайнаттым. Енді бізде сорпамыздың майы шықты, тұздығын алып аламыз. Тұздығын алып дайындап қоямыз. Енді біз қамырымызды дайындаймыз. Ол үшін бізге илектен өткізілген ұнымызды және 2 дана жұмыртқамызды және тұзды суымызды құйып жақсылап қатты қылып илеп аламыз. Қамырымыз қатты болу керек, сонда біздің сорпамызға қамырымызды салғанда езіліп кетпеуі үшін. Қамырымызды кішкене тұндырып аламыз. Тұндырылған қамырымызды 3 бөлікке бөліп жайып аламыз. Қамырымыз қатты жұқа, қатты қалың болмауы керек. Қамырларымды жайып алып, кішкене ғана кептіріп аламын. Сорпаға салғанда езілмей әдемі шығуы үшін. Піскен еттерімізді алып, қайнағып тұрған сорпамызға қамырларымызды салып пісіріп аламыз. Міне қамырларымызды салдық, енді осының пісуін күтеміз. Қамырымыз жақсылап піскеннен кейін сүзіп аламыз. Міне қамырларымызды сүзіп алдық табағымызға және тұздығымен майлап қамырларымызды майлап аламыз. Бешбармағымыз дайын болды, өте дәмді болып шықты. Етімізді тураған жоқпын. Сіздермен болған жан сұлу.